саламатсыздарбы? Және мен бүгін Орленттің 2 сериясын түсіретін боламын. Бүгін көптеген өзгерістер болды. Және де менің қасымда тұрған Абай, амандасып кет. Біздің уже новыйдан бала келді. Мен алдыңғы бөлімде өздерің білесіздер, менде болған жоқ. Менің үйім ана жақта. Бір ағаш үйде орналасқан менің үйім. Иә, бұрынғы Фрэнсидің үйі ғой. Халидің арнасынан тіркеліп кетіңіздер. Достар, өзгерістерді айтатын болсам, мына жерге мен егін құрдым, и крыша құрдым, и қора құрдым, короче, бірталай заттар құрдым. Мына қораны мен негізі видеода құрғым келген, ну, проблемалар болып қалды. Сиырлар деген бірталай. Мынау әлі салынып біткен жоқ. Ағаш керек па? Бері сол. 28. Рахмет. Абаймен ойнап отырдым. Вообще сөйлеп жақтан Ненрекс деген новыйдан бала келді тағы. Мен оның үйін көрсетіп кетейін. Вот мына жерінде тамақ пісіретін жерлері, бұл көмірсіз де пісіре береді. Оны білетін жастар. И мына жерде диван болу керек, негізі бірақ жоқ. Сандығында ештеңе жоқ. И мына жаққа магазин соққан, короче, Фрэнси мен Клейзи қосылып, осы магазин соққан. Абайдың үйін көрсетіп кетейін. Менің үйім осы орманның ортасында. Абай уже аңғарыңдар, жолға тастаған, базар жоқ. Үйінде өзгерістерді көрейік. Алдыңғы бөлімде бұл 2 этаж болған. Қазір бізде 3 қабат болып кетті. Бірінші қабаты и мына жерде только балкон болған, төбе болған. Қазір уже мынандай болып кетті. И алдыңғы бөлімде только мынау болған. Сразу мынаға шығып кететін едік, 2-ші этажда. Қазір мынау бар. Еще Абай мына жерге тағы өзгеріс кіргізген, көріп тұрғаныңыздай. Мына жерден әдемі жерлер көріп тұрсыңдар. Ну, дым көрмейді, ешқандай үй жоқ. Сандықтарын көрейік Абайдың. Ну, уже даммаған. Абай бүгін қосылды бізде уже.Інде дым жоқ сандық. Скиніма мән бермеңдер. Мына берсе де мен скинімді енгізе алмай жатыр. Ерке инде ақша көбірек болса екен, сен мені сүйер ме?